Даусы қауырсыздырып кетті. Зебраны бояп кетті. Біздің бақта қылмыс болса айғақты іздей бастайсың. Бағытты дұрыс табасың, Шерлок. Гермионның қасында қылмыскерлер тұтылмас. Дәлелді тез табады, Шерлок. Орта бойлы ақылдан қылмысты болашады. Әділетті орнатады, Шерлок. Шығып барамын. Шерлоктан бұрын табыңдаршы. Тырнаның гауһар тасын ұрлаған кім? Қайырлы таң, Тырна. Сонымен мен оны көрсем бола ма? Қазір ғана естідің бе? Иә, енді ғана естідім. Хайуанаттар бағындағының бәрі тек осында ғана айтып жатыр. Ол Раджужу деп аталады, солай емес пе? Иә, бұл әлемдегі ең үлкен гауһар тас. Әжем Петула оны маған берген еді. Қап, гауһар тасым-ай. Не болып қалды? Тәтем Бабеттидің келетінін ескертейін деп едім. Ол сенің мазаңды алмай ма? Мүлде олай емес. Менің тәтелерге еш қарсылығым жоқ, келсе келе берсін. Онда жақсы. Бірақ ескертіп қояйын. Бабетти тәтем сенің нағыз жанкүйерің. Рас па? Ол жағымды естіледі екен. Сен оның арманындағы өгізсің, және оның саған тұрмысқа шыққысы келеді. Сенің қасыңнан бір елі ажырамауы мүмкін. Уайымдама, Гермиона. Мен одан да күшті сезімдерге тойтарыс беруді үйренгенмін. Менің жүрегім сенің даусыңды естігенде айдаһар секілді әуеде қалықтап ұша бастайды. Бірақ мен әуеде болсам, сен жердегі гүл секілдісің. Екеуміз ешқашан бірге бола алмаймыз. Жоқ, жыламаңыз. Сіз ертемен кешпес сүйген жартыңызды табасыз. Өте жақсы, жас өгіз. Сезімге ерік бергізіп, қатты қызықтыратын сынақты жақсы тапсырдың. Дұрыс тапсырдым ба? Әрине, мен сенің көңіліңді түсіргім келмейді. Бірақ бұл мен үшін аса қиын болған жоқ. Себебі сен шынымен көріксізсің. Сөйтіп сенің тәтең Бабетти қашан келеді? Не ғой? Қазір. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Бабетти. Бірнеше апта бойы мен сені қиялдап келем. Мына мүйіздерің өзіме жақсы жарасады. Сонда сымбаттысың. Жүрегім қуанғаннан алып ұшып тұр. Менікі де? Шерлок. Жоқ, тұра тұр. Сен түсінбедің. Менің жүрегім жердегі гүл сияқты. Бұл дегеніміз екеуміз мүлдем сай емеспіз. Екеуміз бір-бірімізге қатты ұқсаймыз. Мен бұған сенімдімін. Сенің өмірлік серігім болғаныңды қалаймын. Сен мендік боласың. Бұл не масқара, бірақ бұл мүмкін емес. Өтінемін, кідіре тұршы. Иә, ханым тыңдап тұр. Иә? Көз ашып жұмғанша сонда жетеміз. Ол шығып барады. Шұғыл жағдай. Тырна өзінің Раджужуы бойынша мәселе туындағанын айтты. Кеттік тәттім менің. Мен оны дәл осы жерге қойғам, бірақ ол жоғалып кетті. Бұл темір сандық кез келген ұрыға қарсы кепілдендірілген. Естідің бе? Кішкентай тәттім, бұл сондай құпия. Бабетти тәте, бізге жұмыс істеуге мұрсат берші. Жарайды. Алдыма құлып салып қойдым. Шынында да құпия екен. Мына темір сандық бұзылмаған. Сен мұнаны көрдің бе? Ішінде біраз сұйықтықтың бір түрі болған секілді. Бұл су ғой. Маған мынаны айтшы, қымбатты Тырна. Сенің баға жетпес Раджужуыңды кім алуы мүмкін? Негізі менің гауһарымды көруге асыл тастарды ұнататын 3 жануар келген. Кімдер олар? Пингвин ханым, 8 аяқ және тасбақа. Тамаша, рахмет. Менің сұлы қосылған бәлшім сондай дәмді, солай емес пе? Кешір, Шерлок. Тәтемнің сені бұлай қатты жақсы көретінін білмеппін. Уайымдама, Гермиона. Оның көңілін басқа жаққа аударудың тәсілін табармын. Үйіне бірнеше бөлме салып жатқан шығарсың деп ойлаймын, бал шекерім. Не үшін салуым керек? Себебі мен сенің үйіне көшіп келем. Үлкен гитарамен қоса барлық заттарымды көшіріп келем. Мен сенің жүрегіңе жара салғым келмейді. Бірақ менің жүрегім басқаны қалайды. Сонда ол қандай жануар? Мұны білуім керек. Иә, ол тарбаған. Иә, дұрыс, солай. Өте жақсы, мен қазір не істеу керектігін білем. Порттың бөлігі. Сау болыңыз, ханым. Біреудің не үшін Раджужуды ұрлағысы келгенін түсінетін сияқтымын. Себебі ол тас көздің жауын алады. Не ішкілерің келеді? Сусын болса өтінем. Талшын шәрбаты, қиын емес.
Сенің қолыңның бәрі де келеді. Мейрамханада жұмыс істесең, бір аяғың онда, екінші аяғың анда болу керек. Кешіріңіз, бір-екі түйір мұз салсам бола ма? Мұз ба? Неге болмасын? Мұз сені тітіркендіріп жіберген сияқты. Сендерге мынаны айтайын. Мен оңтүстік теңіз жақтан келгем. Сондықтан мұздан денем салқындап тоңып кетеді. Қызық екен. Алақай, майлы сорпам менің. Бәрі бітті, мен бәрін анықтадым. Нені меңзеп тұрсыз? Сарбағанмен барып сөйлесіп келдім. Ол шын мәнісінде сені ұнатпайтынын айтты. Сондықтан сенің жүрегіндегі оған деген орынға мен ие болам. Қане кетті қып-қызыл иісі аңқыған алмам менің. Мен жылтыраған нәрсенің бәрін жақсы көрем, бірақ жар-жұржуды ұрлаған мен емес. Дәл мына жерде не істеп жатқаныңды айта аласың ба? Маймылдың дәмханасына жұмысқа тұрғам. Қара 2 текше жасадым. Оларды жасап біттім. Олар жақсы жасалған, солай ма? Әрқайсының 6 қыры бар. Мұндай текшелерді бақта қолдануға тиым салынған, білесің бе? Әрине. 3 карта ойынын ойнағыларың келмей ме? Неге ойнамасқа? Мен 3 карта ойын жақсы көрем. Жарайды, 3 картаның ішінен мына тұзды тауып алуларың керек. Бірақ ескерте кетейін, оларды өте жылдам ауыстырам. Сонымен мыналардың ішінен тұзды тауып беріңдер. Мына жерде. Сен оны тіпті қойғамадың да. Жаңа ойыншылардың жолы болды. Осыдан кейін маған салап жапырағымен мұз араластырып ішуге тура келеді. Қызым, сен расымен де мұзды ерекше жақсы көреді екенсің. Мұзсыз салат жапырағы сауытсыз тасылғанмен тең. Онда жақсы. Сонымен тергеу жұмысы аяқталып қалды ма? Білмедім, бірақ ұзаққа созылмауы тиіс. Үйліні тойымызда шашыңның ортасынан бөлініп 2 жаққа қайырылғанын қалаймын. Жүрме оны өтініш, менен ары алып кетші. Әйтпесе оған қосқан сен деп өзімді кінәлап өтермін. Ал смокингтің қарапайым болған дұрыс. Құйрық жағы сары жолақты, көргін түсті, ал түймелері алтын түстес болуы керек. Бабетти тәте, мен сізге шындықты ашып айтпадым. Рас па? Шарлық мен айтқандай жақсы емес. Оның кемшіліктері көп. Ондай кемшіліктер бәрінде де бар. Оның ойлаған тек ақша, өзімшіл айлакер. Ал түнде ол желдеткіш сияқты қатты қорылдайды. Ал бәрінен де сорақысы, аяқтардан өте жаман иіс шығады. Рас па? Ол сондай ма? Жақсы, мен ойланайын. Сен оны расымен алысқа ұзатып жібердің бе? Не қалайтыныңды білуің керек. Қайырлы таң. 1 минут күте тұр. Мұна біреуін алып тастау сен үшін қиынға соғады. Айтпақшы, соңғы жасаған бір түйір мұзымның қалай шыққанын айтпадың. Шынымды айтсам, бұл өткен аптадағыдан да өте әдемі шығыпты. Өте тығыз. Шахмат. Сенімен ойнағанда жеңіліп қалам. Менің кеткенім дұрыс шығар. Пингвин ханым, тырнаның гауһартасын жоғалтып алғанын білесіз бе? Ол жағын естідім, бірақ гауһартасты мен ұрламадым. Мына мұздар қандай қызық өзі. Өздерің білетіндей бұл менің сүйіктісім. Мына түйірлерді үлкеннен бастап кішісіне дейін жасай аласыз. Кішкентайларым біле. Кішкентай немесе үлкен, ол не дегенің тағы? Қайсысы болмасын, бәрі түбінде еріп кетеді. Өте дұрыс. Гермиона, қылмыскердің кім екен, және тергеу жұмысының қалай аяқталатынын да білемін. Ал сен қалай ойлайсың, жас детектив? Егер мұқият назар аударсаң, қылмыстың бетін ашқаның анық. Қане, қайталап өтеді. Темір сандықтан біреу тырнаның гауһартасын ұрлап кетті. Сандықты ашқанда ішінде аздаған судан басқа ештеңе болмады. Асыл тастарды жақсы көретіндердің қайсысының ісі екен? Тасбақа, 8 аяқ па, әлде пингвин ханым ба? Сонымен қылмыскер кім? Бәрі де оңай. Тергеу жұмысында бірнеше жұмбақ туындады. Темір сандықтың есігі бұзылмастан оның ішінде тұрған тырнаның гауһартасы қалай ұрланған? Және темір сандықтың ішіндегі су қайдан пайда болған? Негізінде қылмыскер шын гауһартасты соған ұқсайтын затпен ауыстырып қойған. Және ол сандықта түні бойы тұрып, ақыры еріп суға айналған.
Сол себепті ұры нағыз гауһартасты қараңғы түскенде ешкімге байқатпастан алып кеткен. Тасбақа, сен жақсы қашайсың, бірақ тырнаның көз алдындағы заты тез арада ұрлайтындай жылдам емессің. Солай емес пе? Жылдам емессің деп нені меңзеп тұрсың? Сегізаяқ, сен жылдамсың, бірақ мұзды ұстап тұра алмайсың. Білем, бір түйір мұзды нағыз гауһартасқа ұқсатып қашай аласың ба? Шын мәнісінде қылмыскер мұзбен жақсы жұмыс істей алатын тамаша кескіндеуші. Сонымен қатар ол біреуге байқатпастан заттарды тез ұрлай алады. Солай емес пе, пингвин ханым? Себебі қылмыскер сенсің. Сен тырнаның үйіне Раджуджудың көшірмесін алып барғансың. Сен асқан ақылдылықпен қонақтардың барлығының назарын басқа жаққа аударып, сол сәтте гауһартастың орнына соған ұқсас затты қойғансың. Содан кейін үйіңе кеттің, ал жалған гауһартас еріп суға айналып кеткен. Керемет таптың менің ақылдым. Менің ең сүйкімді детективім. Я, мойындаймын. Бұл менің ісім. Раджуджудың әсемдігі менің көзімді жаулап алды. Тырна ханымға оны қайтарып беруге сөз беремісің? Я. Сені мақтан тұтуға болады. Бірақ саған жаза қолдануға тиіспін. Сонымен оларды бітірдің бе? Бұлар маған келесі кешімде ауадай қашет, сәнде. Барлық осында. 1865 түйір мұз. Ғажап екен. Ертеңге тағы да осындай 3 жәшікке тапсырыс беріп қалуым мүмкін. Мен бұл жөнінде түнімен ұзақ ойландым және бір шешімге келдім. Түсінемісің, сенің жағымсыз кемшіліктеріңе тіпті сасыған аяғыма қарамастан, сенімен өмірімнің соңына дейін бірге тұруға бел будым. Түсіндім. Сен мұна түпке тұрғысыз нәрсемен ойнайсың ба? Иә, әсіресе қиналған сәттерімде. Жоқ, сасық аяқтарыңа төзермін, бірақ үрмелі аспабыңа ешқашан төзе алмаспын. Біз бір-бірімізді кейінірек ұната жатармыз, Шарлық. Мұна түпке тұрғысыз аспап біздің қосылуымызға мүмкіндік бермейтін сыңайлы. Қош бол, Бабетти, мен сені ешқашан ұмытпаймын. Ой, мен сені сондай жақсы көремін, аспабым менің. Балапан телеарнасының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. Редакторлары Бақыт Күләбішева, Мөлдір Мұрзабекова. Аудармашылар Ұлдана Әлімбекова, Индира Әбілқасымова. Дыбыстағандар Мәжит Асан, Жәнібек Жақып, Жазира Асан. Дубляждың